Отырамыз. Ели сабақты бәрі көрмеу мүмкін? Жақсы отырамыз. Ал, балар, қазір біз сабақты бастамыз тұрым. Мен парабола төбесінің координатасын кім айтады? 3. Минус 2-де минус 3. Я, дұрыс екен, иә? Ары қарай, анықталу болса. Плюс 6 Минус 6-де плюс 6-ге дейді. Мән жер болсын көріп тұрмыз ба? Минус 3-те плюс 6-ге. Кем оралы және өз оралы деген болады. Кем аралығы 2. Минус 2. Кемейді. Кему аралығы минус 2. Минус 2. Кему аралығы қаяқтан қайға дейін кемейді? Минус 6-тен минус 2-ге дейін неседі? Кемеді. Ал минус 2-ден бастап? Өсті. Функцияның ең кіші мәні қанша дейін? Минус 3. Минус 3-те. Ал функцияның теңдеуі. Кім жазып береді тақтаға? Функцияның теңдеуі. Көп тұрмыз бар ма, иә? Параболаның төбесі арқылы жазуға болады ғой. Функцияның теңдеуі. Y-тен x минус плюс деген, иә, плюс 3 па 2 ма? Плюс 2-ның азайтылған 3. Бұл біздің жалпы енді арай толық шығу үшін бізде квадрат теңдеу шешкен кезде мына 2 нүкте арқылы өту керек, оны арай шақыру керек. Сонымен мен аша бұл сұрағы бізде болды. Енді графиктердің қолдарында алдыңызда қараңызшы, парақтар бар. Соны 4 ке бүктеп алыңызшы, 2 ке бүктеп алайық, иә? Соны бұл маркер аламыз. Қазір мен мына функцияны орналастырып отырамын. Әртүрлі жағдайға сіздер өздеріңіздің дұрыс теңдеулеріңізді жазып отырасыздар. Жақсы ма? Ал, енді мына маркерді алайық, балалар бір бөліп аламыз. Қазір жазамыз. Ал енді біздің функциямыздың графикасы тура тұр ма? Y-тен x квадрат функциясы болып тұр. Дұрыс па? Ал енді түрлендіреміз, балалар қарап отырайық. Түрлендірейік, бастадық. Енді шыққан функцияның теңдеуін жазыңдар. Теңдеуін жазып болғанша жоғары көтереміз. Және жұп-жұппенен бір-біріміздің жазған теңдеуімізді бағалаймыз. Дұрыс емес екенін. Жақсы ма? Бізде бірер екі оқушы жазып қойды. Қалғанымыз қараймыз. Иә, жаздық па? Олар балдар жылдам. Жылдам жазайық. Бері жазып қойды. Аха. Ол көтеріміз. Жақсы, бізде неше түрлі жауаптар пайда болып жатыр, иә? Сонымен, бұл функцияның жауабы не болады енді? Теңдеуі. X азайтылған 2-ның квадраты. Осыған екі жаңа біреулерде қате болған еді. Қалғанын дұрыстап отырмыз. Жақсы. Келесі функцияның теңдеуін жазамыз. Ада парақтарды пайдаланыңыздар. Ал, енді қандай функцияның теңдеуі шықты? Жазайық. Және дұрыс жауабымызды жазған жауапты көтереміз. Теңдеуін жазамыз. Парабола қай ширекте жаздық? Екінші ширекке ауысып кетті. Жақсы. Бізде Сабина жазып қойды. Диана жазды. Амбалымызды анықтап аламыз, дұрыс па? Жазып па? Диас жылдамдат. Жазып. Енді жаздың ба? Ал толық көтереміз жауабымызды. Енді тексерейік, бірімізге қараңдаршы. Бәрімізді бірдей ма? Қателік бар ма екен кейбіреулерінде? Ал, шын жауап кім болады айтыңызшы? Теңдеуіміз шын дұрыс жауап. X минус 4-тің X плюс 4-тің квадраты қосылған 3 болады. Өйткені жақсы ішінде X өсіне тұрған таңба, минус таңбасы тұрса, плюс таңбасы өзгереді. Жақсы.
Kelesi. Endi o'zgartirib tag'in. Al, kelesi funksiyada grafik funksiyada grafik turibdi. Endi tenglikni topamiz. Tenglikni yozamiz. Yaxshi, qo'ya turib, kichkina qalin bolalar yozib bo'lsin. Ha? Parabola tarmog'iga ketdi. Ne o'zgaradi u кезде? Tarmog' o'zgaradi, ya? Yozdim. Yozamiz deymi? Meni yozib qo'ydi bolalar. Sancha yozamiz. Al ko'tarib. Endi meni tekshirib qanday bo'lishi kerak? Minus shaqasini x qanday turgan ishga qo'ylarda aniqlanadi. O'slar bo'lishi kerak, ya? Durust. Al, so'nggi turni qarab ko'raylik, tag'in bir turda o'zgartirib ko'ramiz. Al, endi so'nggisi. Endi qanday bo'ldi funksiyamizning grafik? Funksiyamizning grafiki o'zgartirib, tenglikni aytib qo'yish endi. Tengligimiz ne bo'ldi? X qo'zg'atib, qo'zg'atib, X qo'zg'atib kvadrati qo'zg'atib 1 deb yozibmiz. Al endi. Bo'ldi tekshirib. Tekshirib aytmaymiz javob. X minus 4 kvadrati mı? X minus 4 kvadrati bo'ladi. Hamma asalni olib ketadi. Yaxshi. So'men mana tomosha. Yana turibsiz. Yana qaraymiz, barimiz so'zib chiqamiz. So'men hozir biz funksiyaning grafikiga qarab o'tirib, tenglikni yozdim. Al, ular bo'lmasa to'pni жұмыс qilib, buna topshirmani birinchi to'p parabolaning to'basining koordinatasi және simmetriya o'sini topamiz. Yaxshimi? Ya'ni birinchi to'p sizlar. Ikkinchi funksiyaning o'lchamini topu. X o'sini, Y o'sini ko'rsatkichini sizlar topasizlar. Ikkinchi to'p. Uchinchi to'p ordinata o'sini ko'rsatkichini topamiz. Ya'ni Y o'sini bilan ko'rsatkichini topamiz, және grafikni topamiz. Sizlar. Al, boshqa taxtaga chiqadigan o'qishlar bormi? Ha? Alamız şimdi bir şey. Ondan. Aha, ben hemen yapamadım. Ben toplu çay olmadı. Size dedim, acaba ne boşuyor? Yıkılı boşuyor, gözü daha boşuyor. Tabii. Endi topdik mi? Ya. Minus 2 oldu mu? Ya. Siz bunu da tarafı kaçırdınız. Al, bize nasıl parabolanın töbesi top koyun ya? Endi simmetriya o'yisi qiladi. Simmetriya o'yisi. Simmetriya o'yisi o bizga qancha bo'ladi? 2 bo'ladi. Simmetriya o'yisi. X o'zini aniqlamalarimizni aniqlashda parabolanın töbesini bärini ko'rsatib qo'yamiz. Simmetriya o'yisini siz qilinglar janob. Aniqlanma? Taxtagasini chiqarasizlar. Taxtagasini chiqarasizlar. Sidetka. Taxtalar? Qancha chiqadi? Birini olib chiqdi. Yo'q, olmadi. Bize parabolanın töbesini koyup kettik ya. Жақсы. Келесі деп тер бол. Кел бak. Sizden sen alasında nesiniz?
X өзімен қиылысу нүктесін көрсетесің. X өзімен қиылысу нүктесін көрсете ғой. Мына жаққа белгілей бер. Жақсы отыра ғой, аға. Мына жақта. X өзімен қай нүктеде қиылысады? X осымен қай нүктеде қиылысты сен шығардың ғой қазір. Сендер топтарды шығарып қой, X пенен X осымен қай нүктеде қиылысады екен? 2 және 6-да. Қате кетіп қалған жоқ па? 6-дан. Онда біздің O X пен 2 пен 6-да қиылысады. А O 2 пен O X 0 болады. O Y пен O Y 2 мен 6 болды да, O X пен 0 болды. 4 бөлінген 2, бөлінген 6 деген 60. Әлі 6 болды. 6-8 16 дұрыс. 2 және 6-да. Белгілеп қояйық. Белгілейік. 2 және 6 нүктесін істейміз. 2 және 6 нүктесін істейміз. Осы жерге қиылып. Келесі. Жазамыз, сен жазсаңшы өзіңді шығарған. Сендер мынау М және N таптан бірғаныш. Графикіміз дұрыс болмайын деп тұр ғой қазір. Қателік бар шығар. М және N таптан кезде. 8 4-ке бөлу керек болады. Бөлді, 2 шыққан. Игорь Васильевич, сіз қабылдар ма? Қанша нүктеде қиылысады? 6 нүктесінде? 6 деген нүктесі киім өтелмеген? Яғни бұлай келетін болсаңыз, бізде параболаның төбесі дұрыс емес болайын деп тұр ғой. Параболаның төбесін қараңызшы қайтадан. Бірінші топтың есебінде қателік бар сияқты. Параболаның төбесіне көрсетесіз ішінде. Дұрыс емес болайын. Аха. Отырамыз. Қазір. Ал. Графикті сызайық. Келіп. Болды, иә? Сонымен біздің Y тең X квадрат азайтылған 8X қосылған 6 функциясының графигі шықты. Енді осы жерге қарап тұрып, зерттеп көрейік ал. Анықталу осы не болды? Анықталу осы Минус шексіздікке, плюс шексізге дейін. X осымен қиылысу нүктесі. Бір және 3 нүктесінде қиып өтті. Y осының қиып өтті 6 нүктесінде. Енді қалды, не қалды? Төбесі, координатасы 2 минус 2-де 2-де минус 2 болып тұр, иә? Енді мән жері болса. Минус 2-де плюс шексізге. Жақсы. Олай болып болса, қазір біз жұп-жұппен жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы ма? Екеуіміз бір болып, екеуіміз бірге, сіздерге болып керек. Сіздерде жұп-жұппен. Жұптасып, мына функцияны суреті көрсетілген. Енді сендер аласыңдардағы барлық анықтамаларын жазып шығасыңдар. Жақсы ма? Ала бақылар. Қажетті сұрақтарға жауап береміз. Ал. Параболаны көріп тұрмыз ғой, иә? Тармағы қарай кетті. Төмен қарай кетті. Ал сұрақтарға жауап береміз. Жақсы. Жұптас жауап береміз. Бұны параболаның төбесі қаншады? Төбесі. 2 және мына жақ қанша? Мына жақ қанша? Параболаның төбесі 2 және Тармағы қай кетіп бар? Жаз төмен болса төмен кетті деп, жоғары көрсек жоғары кетті деп жазамыз тармаққа. Жазайық. Аха. Тұратындар, иә? Параболаның төбесі жазылған кезде бірінші X өрші жазыла ма, Y өрші жазыла ма?
X жазасыз. А сен не деп бастадың? Иә, анталоз барлығы бірдей бар. Тамаша. Дұрыс. Бір кіре ма? Бір кіре ма? Мәнжел болсында. Соған дейін барды ма? Барды. Онда не болды? Үш ақша болды. Ара болғанды көресіз. Екі және екі қанша екен? Бір болды. X өзімен қызметесін көріп тұрсыңдар ма? Көріп тұрмыз. Y өзімен қызметесін көріп тұрсыңдар ма? Симметриясы Болды ба? Ал, натоп болды десеңдер. Нажымыз бітірсіздер. Болды аяқтанда жылдам жатайық. Жылдам шығамыз. Ара болған көзде қашқыр ма не? жоқ, Екіде бір. Қармаға қар кетті. Иә, олай жазып қойған ма? Симметрия болсын, жазып, ана болсын, жазып, мәдел болсын, жазып, жазып, өсіп, кейін ақтан сізді жазып қойып тамаша. Сіздерші? Енді, шығарып болған адамдар бір-бірлеріңізге парақтарыңызды ауыстырамыз. Сөйтеміз да тексереміз. Келесі балаңыз және. Ал. Қайсысы қалды? Өсет, қайда кетіп тұр? Қанша қайда өсет? Өсу аралы. Өсет. Қайда кетіп? Екпен. Кемейін екіден қайда кетіп? Минус шексізден бастап өсті. Мына жерге дейін. Кеміді мына жаға дейін деп жазып шығамыз. Ал. Иә, екі қалғанда бір болды. Ал. Ол аяқтаймыз. Аяқтаймыз. Енді бір оқушы жауапты айтып қалғанымыз қақадан қарап отырып тексереміз. Жақсы. Ал енді бастадық. Қалғанын тексереміз балалар. Парабола төбесі 2-ден 1. Параболаның төбесі 2 және 1 дейді. Дұрыс па? Мына жаққа қарайық. Мынау жері 1 еді. Ары қарай. Параболаның бағыты төмен қарай, яғни минус шексіздікке дейін. Яғни параболаның бағыты төмен қарай. Ары қарай. Симметрия болса 2. Симметрия болса x тең 2-ге. Ұстап аға. Анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздік. Плюс шексіздікке дейін. Сұрақтарға жауап беріп жатыр ма? Тексереміз. Ары қарай. Мәндер облысы минус шексіздіктен плюс 1-ге дейін. Плюс 1-ге дейін. Дұрыс қой? Плюс 1-ге дейін. Өсімен қиылысуы 1 және 3. 1 және 3 нүктесінде x өсімен қиылысады. Ой егіліп өсімен минус 3 нүктесінде қиылысады. Минус 3 нүктесінде қиылысады. Тура ма екен? Тура. Жақсы. Тағы ма? Өсу аралығы минус шексізден 2-ге дейін. 2-ге дейін. Кему аралығы 2-ден плюс шексіздікке дейін. Функция не үлкен немесе ең кіші мәндері 1. Ең үлкені ма, ең кішісі ма? Бұл ең үлкені. Ең үлкені. Міне ең үлкені. Қаншаға тең? 1-ге тең. Тамаша. Жақсы. Олай болса, біз қазір жұмыс жасадық. Енді келесі тапсырманы әркім өзі шығарады. Жақсы ма? Жеке әрқайсысына. Астында бізде сіздерге қажетті сұрақ бар. Сол сұрақтардың барлығына толығымен жауап береміз. Және де графигін сызамыз және де координатаға графигін сызып шығамыз. Графигін сызамыз. Толық барлық сұрақтарға жауап береміз және графигін сызып шығамыз. Y тең минус 3x квадрат қосылған 8x азайтылған 7. Басады. Анықталу облысы деп тұрасыздар. Жазыңдар, симметрия өсу. Графикін сызып алып жазыңдар, өсу аралық, кем аралық бәрін жазып шығамыз. Иә, сызамыз. Басып тұрыңыздар. Жақсы.
Сенде қазір бұл функцияны радионы толық сызып шығу үшін міндетті түрде m-ні табу керек бола ма, бағана мен табу керек болады. X осымен қисықтеуді табу керек бола ма? Табу керек болады. Y осымен қисықтеуді табу керек па? Табу керек. Ол осы үшеуін табатын болғанда кез келген сұрақтарға жауап беруге болады. Жаздық. Енді сұрап. Қалғанды өзіміз сұрап береміз. Параболаның төбесін табамыз ба? Төбесін алып ал. М табамыз және М табамыз. М тең. Қалай еді? Бұл бөлінген екі айды ғой. Бұл бөлінген. Бұл қаншасы? Сегіз бөлінген. Минус алты. Сегіз минус алты бар еді. Сақылау. Минус бір бүтін үштен бір. Жақсы, ары қарай кет. M табу үшін істейміз, осыны апарып X-ін орнына қоямыз. Алып қойдық. Минус 3 көбейтуге. Минус 1/3 несі? Квадрат. Қосылған. 8 көбейтуге. M табу керек болады қамыз? M табу. Иә? M табу. X өзімен көзді табасың. Y өзімен көзді табасың. Ол қалған бәрі табады. Жаздық. Болды ма? Параболаның төбесінің координатасы не болды соны? М қаншаға тең болды? Минус 1/3-тен 1-ге тең болды. N минус 12/3-тен 1-ге тең болды. Минус 12/3-тен 1-ге. Жақсы. Параболаны орнынан шығарып алдық қой, міндетті түрде ананың жоғары жағына қалыптастырғыш бағаларын тапсырмасы жоғары номерларды жазып тастасына айтып тұр. Осы бойынша тексереді. Сөйтемізде енді бізде понятно параболаның төбесі табылып қойды. Радионың дәлізсіз санар болады. X өзімен көзді таптың ба? Жаздың ба? Иә. Ал, болды онда, иә? Тапсырмамыз аяқталса, бәріміз бір шетке жинап қойып, ортаға жинаймыз. Олай болатын болса, сабақтың қоғамды бөлінді, бізде тест жұмысы болады. Жастарыңыздың қолдарыңызда жеке ақпарат бар, иә? Соған қазір сіздер дұрыс жауаптың нұсқасын жазып отырамыз. Және жоғары көтереміз. Тексеру керек болады. Ал. Сұрақ не деп тұр балалар? Төбесінің координатасын тапты. Көріп тұр ғой? Аха. Жазамыз, әркім өз жауабын жазады. Жаздық, иә? Аха. Онда қыздар, немен көземіз? Дұрыс жауап қайсысы ойды? Ж ма? Онда Ж деген жауапты жазды. Келесі қалзамыз. Келесі тапсырмамыз. Функцияның ойы сөзімен нүктелерінің координатасын тап дейді. Иә. Бет теоремасымен шығара салуға болады ғой? Қанша болады? А жауабы бола ма? Иә. Алты шығушын қаншамен қаншамен көбейтілсе? Қосындысы 5-ті беру керек, дұрыс па? 2 мен 3? Қосындысы қандай табады 2 мен 3-ті беру керек? Олай болатын болса? Жас қойып. Үшінші тапсырма.
тармақтары жоғары бағытталған параболаларда көрсетіңдер дейді. Теңдеулі тұрмай жатыр. Мынау төртеуді, Y тең x квадрат, y тең минус x квадрат, y тең x квадрат плюс 5x плюс 4. ал енді әркіміз дұрыс жауаптарды жазып қарастырайық. Сосын тексереміз. Міндетті түрде қатар-қатар жазып шығамыз, иә? Жазамыз. Жазып қойдық па? Жазып қойдық па? Келесі төртінші тапсырма. Симметрия осі. Бірде. Минус бірде. Минус бір ма? Плюс бір ма? Минус бір. Симметрия осі. X өзінің нүкте ғой, яғни n деген нүктені табу. N нүктесін табу керек. Минус бірде. Минус бір шыға ма? Минус бір. Минус бір болса, ал жазайық. Дұрыс жауап. Өсу аралығы. Тағы да n нүктесін тауып, соған дейін өседі, одан кейін келмейді. Минус бірге дейін. Минус бірге дейін. Не істейді? Аралығы өседі. Себебі функциямыздың алды не болып тұр? Минус тапсырмасы болды. Яғни бірінші не істейді? Өседі. Алғыс тапсырма. Үшінші және төртінші кітабы болмаса. Келісеміз ба? Себебі? Ол қандай да бір бағытқа барған кезде екінші ширекке өтпеді ме анау? Төртінші ширекке қарай. X өзі қиып өтпеді ғой, Y өзі өтеді. Олай болатын болса жауап? С жауап. Ал жаздық. Ол Y көшімен қиып табайық. Себебі? ана жерде плюс 7 деп тұр. Плюс 7. Себебі? 0 деген кезде соңғы Жеті бар, жақсы. Соңғы 8 сұрақ функцияның мәндер болмысын анық. минус 7 Ал сонымен әркім өз жауабын жазсын енді. Жаздық. Әркім өз біледі ғой өз жауабын. Сенімді болса жазсақ қоямыз. Ал енді қарап тұрсаңдар, тармақ қай қарай кетіп барады екен? Олай болатын болса, минус 8-ден плюс 7-ге дейін болады. Ол бізде әркім. Сонымен, бізде бағана бір сөз шықты. Қандай сөз шықты? Жарайсың. Сіздер кіші, Санжар. Сіздер кіші, мына бірінші топ. Қасиеттер барша ғой, кейбіреулерді басқа аяқталмаған жаңыз. Бар мекен Санжар? Ағай Санжарда Санжарда қасиет бар мекен? Санжарда да қасиет бар екен. Қай есепте қасиет кетсе, ол тапсырмаға байланысты көрінді. Сол жермен жұмыс жасау керек. Ал қорытынды сабақ қорытындылайық балалар. Сабақтың мақсаты не еді бағана? график салу, функцияны пайдалана отырып, график салу. Функция зерттеу және графигін салу. Графигін салдық па? Барлық қажеттерін зерттеп шықтық па? Яғни мақсатымызға жеттік па? Жеттік. Олай болатын болса, үй тапсырмасына бәріміз аламыз. Кітаптағы нөмірі 273. Теңдеулі график тәсілмен шешілді. Тапсырманы көреміз, иә? Олай болатын болса, балалар сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.